Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн. Бүгін біз ВАЗ 2114 рулевой подшипнигін алмастыратын боламыз. Рульде люфт пайда болды, сондықтан қалай алмастыратынын көрсететін боламыз. Ол үшін ішкі несін ақтамыз. Рульдің головка 24-ке. Осылай міне рульді ақтамыз. Осылай рульді ақтамыз. Мына гитаралардың бәрін ақтатын боламыз. Корпус пластиковый. Пластиковый корпустарын бәрін ақтып тастаймыз. Аварийканың штекерін, гитара. Осындай звук шығатын болады. Міне достар, люфт подшипник мына жерде тұрады. Екінші подшипник мына астында тұрады. Астыңғы жағында. Ағыту процесі осылай ағытамыз. Главное, алған заттарыңызды шатастырып алмаңыздар.
кейін қарай солай жинайтын боламыз. Мына жердікі. Міне достар, екінші подшипник түбінде жатыр. Осылай сылқылдап қалады. Сылқылдап. Рөлің түсіп қалайын деп жүрген сияқты болады. Сондықтан подшипник қиындау екен табу. Бір жерде 3000, бір жерде 500, бір жерде 800 неше түрлісі бар. Сондықтан дұрысын качествосын алып, біз 800 теңгенікін алып салып жатырық. 3000-дікені слишком сияқты. Ойшым жігіттер, міне осылай ұрып шығарамыз. Міне мына старый подшипнигі, мынаның бойында тұрады. Міне ескі подшипниктер, мынау новые. Ескісі шашылып жатыр. Іші желінеді, пластмассы. В общем, подшипнигін ұрып саламыз. Осылай болу керек қой. Новый подшипник. Ар жағын көрсетші. Енді обратно жинаймыз. Қалай ағыттық солай жинаймыз. Обратно жиналып жатыр. Люфті жоқ. Люфтісін көрсетші тағы. Осылай тыныш болу керек.